Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен сандуғаш. Бүгін сырға жасайтын боламыз. Осындай комплектке сырға жасайтын боламыз. Бізге керек заттар осындай резинка қалың, фурнитура сататын магазин алсаңыздар болады. Осындай, және де бисерге ине керек, для бисера деп аталады. Бисердің инесі, және қайшы керек, осындай швенза керек, конго швенза, және де осындай межбусылар керек, осындай гематит и шемчиктар керек. Осы жасаған алқаның қалған заттары, бұл артылып қалған гематиттің қалғаны және жемчугтардың қалғаны. Осы комплектке осындай біз сырға жасаймыз. Ең бірінші осы резинкамызды алып инеге өткіземіз. Былай ортасы ашылады. Сағат үлкен алмай қойыңыздар. Енді жемчугімізді өткіземіз. Бір жағы жемчугтан, бір жағы гематиттен жасаймыз. Екеуі өткіздік. Екеудің арасына бір межбусы салып жібереміз. Енді сіздер әрқалай жасасаңыздар болады. Бір-бірінің арасына жасасаңыздар болады. Менде осы бағы жоқ, бір шұтық артылып қалды. Сол үшін біреу ғана саламын. Бір ақ шұтық гематитімізді салып, бір жағына бес штук осындай жемчугті, бір гематит, бір межбусы салып, міне болды. Енді осыны былай қарай домалақ қылып жасаймыз. Енді мына жерден қиып тастаймыз қайшымен. Мына жерден қиып тастаймыз. Міне осыны енді мына жерден түйеміз. Екі қайтарақ түйу керек. Өйткені біреу болса шешіліп кетеді. Міне бір рет, бір будық. Енді мына екінші рет тағы түйеміз. Міне енді қатты тартамыз. Қатты тартқан кезде түйіні кішкентай болады, сонда мына ненің арасына салып жіберуге болады. Жемчугтың арасына. Тарттық. Енді артық жерін қайшымен қиып тастаймыз түбінен. Қидық. Міне, көрініп тұр ма, осындай болады. Домалақ қылып жасаймыз. Оны былай салу үшін, қолдану үшін. Міне, былай өткіземіз да, осындай сырға жасаймыз. Екінші жағына тура осындай резинкамызды аламыз да, жағы инемен өткіземіз. Инеге өткіздік. Міне осындай. Енді осы бір жағын гематиттен жасаймыз. Бір, екеу, үшеу, бесеу, алтау боламыз. Міне алтау болдық. Енді андай кішкентай межбусымызды алып, өздеріңізде қандай бар, сонда қолдана берсеңіздер болады. Өткізіп, содан кейін осындай бір дәу жемчугімізді өткіземіз. Сегізінші размерде. Өйткені мына жерде қолдағандықтан, содан кейін қолданып жатырмын. Сіздер құры гематиттен жасайсаңыздар болады. Екінші жағына осындай межбусымызды өткіздік. Міне. Екеуін біреу кішкентай, біреу үлкен болып қалмау керек. Сол үшін кішкене салыстырамыз. Кішкентай сияқты енді тағы бір гематитті өткізіп жібереміз. Енді көрдік. Міне бірдей. Енді жағындай аламыз. Мына жерден кесіп тастаймыз. Мына жерден кесіп тастаймыз. Кедергі жасамас үшін. Енді жағындай екі рет түйеміз. Тақап тұрып түйу керек. Екіншісін тағы бір рет. Міне. Қатты тартамыз. Әдейі екі қабаттадық резинканы үзіліп кетпеу үшін. Сіздер екі қабаттайсыздар. Міне. Тартамыз барынша. Сіздерде 3-4 ретке шейін түйуге болады. Түйіп, осындай қатты тарту керек. Түйіні көрінбеу керек түйген жері. Енді мына жерден кесіп тастаймыз. Мына жерде аккуратный қылып өздеріңіз жасап аласыздар. Енді екінші жағын өткіземіз осылай. Осымен сырғамыз дайын. Бір жағы гематиттен болды, бір жағы осындай жемчугтан болды. Екеуі осындай болады. Міне сәйкестіріп жасадық.